Докулайт School тарифін қалай төлеуге болады? Бұл бейненұсқаулықта тарифті сатып алуды қарастырамыз. Ол үшін күнделік кейзет арқылы Докулайт School жүйесіне өтіңіз. Содан кейін пайдаланушы профиліне өтіп, менің ұйымым бөлімін таңдаңыз. Ашылған мәзірде офертаны таңдап, оған қол қойыңыз. Офертаға сіздің электронды цифрлық қолтаңбаңыз арқылы қол қою қажет. Офертаға қол қойғаннан кейін төлем бетіне өтіңіз. Төлем бетінде Докулайт School және Докулайт School Mini екі тарифтік жоспары бар. Бұл тарифтік жоспарлардың бір-бірінен айырмашылығы пайдаланушылар санында. Докулайт School тарифы 100 қызметкерге дейінгі орта мектептерге арналған. Егер сіздің мектебіңізде қызметкерлер саны 100-ден көп болса, онда сіз тарифке қосылу үшін helpdesk.documentolog.com электрондық поштасы арқылы документолог техникалық қолдауына жүгініп, мектептің бизнес сәйкестендіру номерін және қажетті қызметкерлер санын хабарлауыңыз керек. Докулайт School Mini тарифы 50 қызметкерге дейінгі орта мектептерге арналған. Егер сіздің мектебіңізде қызметкерлер саны 50-ден көп болса, бұл жағдайда да аталған тарифке қосылу үшін документолог техникалық қолдауына жүгінуіңіз қажет. Назар аударыңыз, егер сіздің білім беру мекемеңіз жеке мекеме болса, онда тарифке қосылу үшін сізге офертаға қол қойып, төлем шот арқылы немесе онлайн төлем арқылы төлем жасау жеткілікті. Егер сіздің білім беру мекемеңіз мемлекеттік мекеме болып табылса, онда тарифті таңдағаннан кейін спецификацияны жүктеу батырмасын басу қажет. Спецификация ішінде шартты одан әрі мемлекеттік сатып алу порталына жіберуге арналған барлық қажетті құжаттар бар. Төлем жасалғаннан кейін тарифті іске қосу қажет. Ол үшін жүйеге кіріп, сатып алынған тариф бөлімінде шоттан төлеу опциясын таңдаңыз. Содан кейін сіздің Докулайт School тарифіңіз іске қосылады. Бұдан бұлай, жүйе мәзірінде сіздің тарифіңіз және оның жарамдылық мерзімі көрсетілетін болады. Назарларыңызға рахмет.